Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда мен Дана Күнтуған. Алдымен аңдатпаға кезек берейік. жылы балалы отбасыларды қолдауға 365 миллиард теңге қарастырылған. Аз қамтылған көп балалы жанұяларға нақты қандай көмек көрсетілмек? Жезқазған қаласында мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндер мен олардың ата-аналарына мерекелік дастархан жайылды. Қаламызда Масленица 2019 мерекесі тойлануда. Көп балалы отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек ағымдағы жылдың 1 сәуірінен бастап берілетін болды. Бұл жайлы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ақордада өткен әлеуметтік саясатты іске асыру мәселелері жөніндегі кеңесте мәлімдеді. Қазіргі таңда мемлекетімізде балалы отбасыларды қолдаудың кешенді моделі құрылған. Оның ішінде мемлекеттік жәрдемақылар, әлеуметтік төлемдер, жұмыспен қамту шаралары, салық салу жеңілдіктері бар. Бүгінгі күні әлеуметтік көмек отбасылардың 5 санаты бойынша, яғни 1 жасқа дейінгі баласы бар аналар мен отбасыларға, көп балалы отбасыларға, мүгедек баласы бар отбасыларға, аз қамтылған отбасыларға, асыраушысынан айырылған және бала асырап алған немесе қамқорына алған отбасыларға беріледі. Ал біздің қалада көп балалы отбасыларға қандай әлеуметтік көмек шаралары қарастырылған, маман баяндайды. Егер де отбасыларыңызда жұмысқа қабілетті азамат болса, ол міндетті түрде жұмысқа шығу керек. Біз отбасының жалпы табысын естиміз. Табысқа қазіргі таңда мысалы осы теледидардан көрсетіп жатыр, стипендияны алып тастайды, инвалидность алып тастайды, инвалидность болғанда баланы инвалидностьтан алып тастайды. Ол әлі заңды күшті еңбегендіктен біз әлі бұрынғы стандарт бойынша, яғни 3 қаңтардағы шыққан бұйрық бойынша есептейміз. Ол 14.849 теңге қазіргі таңда. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек жан басынан шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің жартысынан аспайтын азаматтарға ұсынылатын ақшалай төлем. Қазіргі уақытта атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің басты шарты отбасының әр мүшесіне бөлінетін табыс ең төменгі күнкөріс деңгейінен 50%, яғни 14.849 теңгеден аспауы тиіс. Ал 1 сәуірден бастап атаулы әлеуметтік көмек көрсету критерийі ең төменгі күнкөріс деңгейінен 70%-ға, яғни 20.789 теңгеге дейін көтеріледі. Айта кету керек, атаулы әлеуметтік көмек тағайындау кезінде отбасының жиынтық табысынан күміс алқа және алтын алқа төсбелгілерімен марапатталған көп балалы отбасыларға және көп балалы аналарға берілетін жәрдемақылар алынып тасталады. Диана Абдықалықова, Ольга Чегай, арнайы Ақшам жаңалықтары үшін. Жеке кәсіпкерлер Жезқазған қаласында көп балалы аналар мен мүмкіндігі шектеулі балаларға арнап мерекелік дастархан жайды. Шараны ұйымдастырудағы басты мақсат көмекке мұқтаж жандардың көңіліне жылулық ұялату. Қайырымды жандармен әріптесім тілдесіп қайтқан болатын. Екатерина кішкентай кезінен ауыр дертке шалдыққан. Мүмкіндігі шектеулі болғанымен, оның анасын айтуынша, Екатерина шексіз мүмкіндіктерге ие. Қызығушылықтары мен баласының өмірге деген ынтасы бөлек. Оксана Трашко қызын әртүрлі іс-шаралардан қалдырмауға тырысады. Бұған жергілікті кәсіпкерлер де өз үлестерін үнемі қосатын көрінеді. Бұл менің қызым Екатерина. Осындай шараны өткізуге ниет білдірген жандарға алғысымды айтамын. Балалардың көңілін көтеріп, әртүрлі қызықты шаралар ұйымдастырған. Балалар өте қуанышты. Баршаңызға осы көктем мерекесінде бақыт, қуаныш тілеймін. Балаларымыз ауырмасын, тез жазылсын. Әр шаңыраққа бақыт, шаттық тілеймін. Маэстро мейрамханасында мүмкіндігі шектеулі балалар мен көп балалы отбасындағы бүлдіршіндерге арнап мерекелік дастархан жайылды. Бүлдіршіндер мәз-мейрам болып, түрлі ойындар ойнап, концерттік бағдарламаға қатысты. Ізгі амалды қолға алған әкімдік өкілдері мен жергілікті кәсіпкерлер, қала белсенділері балаларға жылы лебіздерін жеткізіп, оларды әрдайым қолдауға дайын екендіктерін жеткізді. Біздің кішкентай балақайлар, көктем мерекесі құтты болсын. Бұл мереке біздің аналардың мерекесі. Аналарымызды қалай біз жақсы көреміз. Солай осы мерекенде
жақсы өткізуіміз керек. Сол үшін сіздерді бәрілеріңізді көктем мерекесімен құттықтағым келіп отыр. Құрметті балақайлар, сіздер жақсы оқып, үйде отбасында тірегі болып, қорғанышы болып, үлкен азамат болып, осы біздің Қазақстанымызды алға үлкен деңгейге көтеретін сіздер, сол үшін сіздерге денсаулық. Мына біздің үлкен осы жерде отырған ата-аналарға, ұжымға, отбасыларыңызға береке, ынтымақ, Қазақстанымыз әрқашанда гүлденіп. Очень приятно, что организовали такой вечер. Осындай шараның болатынын біліп, біз де өз үлесімізді қосуға келдік. Ұйымдастырушыларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Әрдайым осындай игі шараларды ұйымдастырып отырады. Мүмкіндігі шектеулі балалар мен ата-аналарына басымды иемін. Олардың да бақытты балалық шағы болуы тиіс. Балаларға мықты денсаулық пен ғажайыптар тілеймін. Бұл әлемде ғажайып бар. Балалардың тез сауығып кетуін тілеймін. Жарымжан балаларға қолдау көрсетуі әрбір жанның парызы. Елімізде көп балалы отбасылардың жағдайына да аса мән берілуде. Алдағы уақытта мұндай шаралардың қатары артары сөзсіз. Шолпан Амантай, Аслан Әміров, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Қаламыздағы орталық кітапхана мен достық үйінде Масленица мерекесі аталып өтті. Бұл мейрам қыс мезгілін шығарып салып, жадыраған көктемді қарсы алуға арналған. Толығырақ біздің тілшілері дайындаған бейнематериалда. Орталықтандырылған кітапхана ұжымының ұйымдастыруымен қаламызда Масленица мерекесі аталып өтті. Славян халқының ұлттық мейрамы қыс мезгілін шығарып салып, көктемді қарсы алуға арналған. Сондай тағы бір ерекшелігі, бұл күндері құймақтың түр-түрі пісіріледі. Шара шеңберінде тек орыс халқының ғана емес, көптеген этностардың ұлттық ән билері орындалды. Орталықтандырылған кітапхана ұжымы мерекенің көркін қыздыруға барын салды. Бұл мерекені атап өтудегі мақсат кітапхананың тұрақты оқырмандары арасындағы достықты нығайту. Шара барысында түрлі қызықты ойындар мен викториналық сұрақ-жауап түріндегі жарыстар да ұйымдастырылды. Бүгін орталықтандырылған кітапханада мерекелік Масленица мейрамы аталып өтуде. Біз сүйікті тұрақты оқырмандарымызды шақырдық. Барлығы бірдей мерекеге белсенді атсалысып қатысты. Масленица жайында жұмбақтар шешіп, түрлі сыйлықтар берілді. Іс-шарамыз өте қызықты әрі көңілді өтті. Шарамыздың мақсаты оқырмандарымыздың басын біріктіріп, алтын жастағы зейнеткер оқырмандарды шақырып, оларға мерекелік көңіл күй сыйлау. Барлығына алғысымыз шексіз. Мерекені тойлау барысында түрлі тәттілер мен құймақтар таратылып, шай берілді. Мейрам соңы дәстүр бойынша масақтан жасалған қуыршақты жағып, қысты шығарып салу рәсімімен аяқталды. Мұндай бірлік пен татулықты нығайтуға арналған қоғамдық жұмыстар жиі өткізіліп тұрады. Шолпан Амантай, Біржан Сағындық, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Қыс мәресіне жетіп, көктем күн шуағын шашқанда, ежелгі славян халықтарының ұлттық мейрамы Масленица мерекесі тойланады. Жексенбі күні Сәтпаев қаласының орыс және украин этномәдени орталықтарының өкілдері барлық тұрғындарды аталмыш мейрамға шақырды. Қысты шығарып салу үшін достық үйінің алдына жиналған халық ән шырқап, би билеп, әртүрлі ойын сауық құрды және әрине бір-бірінен кешірім сұрауды да ұмытпады. Отходим. Кто бросил, отходит. Молодец, есть. 2. Еще 5. Орыс және Украин этномәдени орталықтарының мүшелері концерттік бағдарлама қойып, тұрғындарға арнайы дайындалған ақ дастарханнан тәттілерді үлестірді. Жиналған халық Масленица мерекесінің дәстүрлі тағамы ыстық құймақтан да дәм тапты. Шара соңы дәстүрлі Масленица қуыршағы чучеланы жағумен ұласты. Бұл жоралғы қыстың аяқталып, көктемнің келгенін білдіреді. Айта кетейік, аталмыш мейрам бір жағынан қыспен қоштасатын, шуақты көктемді қарсы алатын күн ретінде тойланса, сонымен қатар өкпелі адамдарды бір-бірімен татуластырып, жасаған қателіктер үшін кешірім сұрауға үндейтін күн. Диана Абдықалықова, Аслан Әміров, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда ауа райы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар. Жағымды жаңалықпен жүздескенше аман сау болыңыздар.